Апалы сіңілілер бүгінде бәйбіше мен тоқал. Бүгінде бәйбіше мен тоқал күн тәртібіндегі түйіп тұрған мәселелердің бірі десек, артық айтқандық болмас. Соның кесірінен қаншама отбасының шаңырағы шайқалып, іргесі сөгілуде. Қайынсіңлілерімнің басына түскен жайды оқырманы көп. Сан түрлі тағдыр айдарына жолдауды жөн көрдім. Бәлкім біреу ақыл қосар, басу айтар дегендік еді меніңкі. Негізі әу баста қазақтың басым бөлігі бәйбішеден, тоқалдан, ақ қолтықтан тараған ғой. Егер осылай жалғаса бергенде, бүгінде мұндай мәселе туындамас еді. 70 жыл өзгенің жетегінде кетіп, бір әйелге бір күйеу қағидасын мықтап санасына сіңірген соң қиын екен. Осы принципті мықтап ұстағандар бүгінде күйеулерінің етегіне жармасып, аңысын аңдып, лаң шығарып жүр. Оған тыйылып қалған күйеуді де көрмедік. Есесіне ойраны шыққан отбасы. Екі жақта да жанары жәутеңдеген жетімдер қаптауда. Кім білген, уақыт өте келе бұл мәселе де шешімін табар. Еркектердің 2-3 әйел алуға деген құмарлығы соған әкеп тірейтін сыңайлы ғой өзі. Үлкен әулетке келін боп түскенімде, қаптап жүрген қайынсіңлерімді көріп, бұлардың тілін қалай табам деп басым қатқаны есімде. Бақытыма қарай бәрі де тәрбиелі, өз жөнін білетін болып жолықты. Бірде біреумен шәй десіп көрген емеспін. Ең кішкентай қайынсіңлім әсіресе үйіріліп менің қасымнан шықпайтын. Ерке еді өзі, ерке де болса есті еді. Мектептегі бар қызықтарын, ішіндегі бар сырын маған ғана ақтаратын. Екеуміздің әңгімеміз таусылмайды. Күйеуім жұмыстарымен кейде қалаға кетсе, менің бөлмеме келіп ұйықтайтын. Таң атқанша әңгіме соғушы едік. Айымның қыз дәурені қысқа қайрылды. Алыстан тос болып келетін жекжаттар сүйек жаңғыртамыз деп құда түсіп, сырға салып алып кетті. О баста тулап, жылап, еңіренгенмен пайда жоқ. Қайнатам қатал адам, айтты ма бітті. Айым жылай-жылай ұзатылып кетті. Барған жері қарапайым ғана, өскен, өнген жандар екен. Күйеу баламыз да қарапайым көрінген. Бар аяғын ауырлаған айым, аяғы құтты болып, бірінен кейін бірі 5 баланы дүниеге әкелді. Бөлек шығып, тұрмыстары да тәуірлене бастаған. Айымның көзінен жас құрғамауы кейіннен бертінде басталды. Өзінің бөле сіңілісі Мақпал қалада тұратын. Үйі болмаған соң айымның қолында тұрып жұмыс істейтін болды. Оның зымиян әрекетін ешқайсымыз да сезген жоқпыз әу баста. Шарап зауытында жұмыс істейтін ол айымның басын айналдырып, үйінде шарап сатуға көндірді. 90-шы жылдардың аяғы елдің бәрі қиналып жүрген кез болатын. Әйтеуір күйеуінің табысына қосымша болсын деген айым келісім беріп, екеуі шарап сата бастайды. Мақпал түнде зауыттан ұрлап, бөшке-бөшке шарап алып шығады. Оны күйеу баламыз тосып алып үйге тасиды. Сонымен дегенде тастары өрге домалап, аз ғана уақыттың ішінде қорлана бастады. Біраз ақшаның басын жинап, есіктерінің алдынан дүкен ашып алды. Бәрі де Мақпалдың идеясы ғой. Дүкен ашқан соң олар тұрмыстары шалқып дүркіреп кетті. 2 қабатты үй, қос-қос мәшине. Айымның ішкені алдында, ішпегені артында.
Жақсы көретін қайын сіңілімнің тұрмысы оңалғанына қуанышты едім расында. Бір жолы келгенінде айымның көңілінде күреуке бар екенін байқадым. Екеуміз оңашаланған соң еңіреп жылағанын көріп шошып кеттім. Күліп, жайраңдап жүргені әншейін екен ғой. Айым бар шындықты жайып салғанда жағамды ұстадым. Соларды байтып жіберді деп жүрген мақпалымыз сұрқия болып шықты. Бірде қатты ауырып ауруханаға түседі айым. Күйеуі артынан бір-екі рет келіп жүреді де кейіннен мүлдем аяқ баспай қояды. Үйге барып шайынып келейін деген айым ойында түк жоқ, кешкісін үйіне келеді ғой. Бала шағаның бәрі дүкенде, жұмыс істеуге кетіпті. Үйін аралап жүріп Мақпалдың бөлмесін ашқанда өз көзіне өзі сенбей тұрып қалады. Төсекте күйеуі мен бөле сіңлісі Мақпалдың жатқанын көреді. Күйеуі болса түк болмағандай: әкемнің қалауымен алғанмын сені. Саған деген ешқандай сезімім жоқ. Не істейсің? Кетем десең жолың ашық депті. Мұны естіп, өзі ауырып жүрген айым естен танған ғой. Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үземе? Бар бәле Мақпалдың өзінде. Еркекте ес бар ма? Егер жездесі өзеуренген күннің өзінде кеудесінен итеріп, болмаса басқа үйге кетіп қалмай ма? Босқа мені күйдіргенше. Деп еңірегенде айымның етегі жасқа толды. Не деп жұбатарымды да білмедім. Балалар үшін бақытын жерлеп тастаған айым бүгінде бәріне мойынсұнған. Мақпал үй салып бөлек шыққан бүгінде. Ағайындар барып басуды айтты, бірақ күйеу баламыз Мақпалдан бас тартпайтынын айтып отырып алды. Бүгінде жүр екі үйдің ортасында. Айымның күйеуіне деген сезімі өшкен. Амалсыз балалар үшін өз бақытынан бас тартып, құр сүлдері жүр. Әпкесін аямай осындай тірлікке барған Мақпал жүр тайраңдап. Оның осыншалықты сұрқиялығы үшін бәріміз жек көреміз оны. Апалы сіңілдер осылайша бәйбіше тоқал болып жүр. Айымды аяймын, бірақ қолымнан келер қайран жоқ. Не істесем екен? Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімем ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл мен үшін де, кейіпкерім үшін де аса маңызды. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Өзге де әңгімелерді, болған оқиғаларды каналымнан таба аласыздар. Алдын ала рахмет.